Келесі бізге А нүктесі арқылы өтетін BC қабырғасына параллель болатын түзудің теңдеуін жазуымыз керек екен. Олай болса, ең бірінші BC қабырғасының теңдеуін жазудан бастайық. Онда ол x азайтылған 1 бөлінген минус 8 азайту 1, ол тең y азайтылған 3 бөлінген минус 4 азайту 3 деген шығады. Сонымен енді бұдан қазір пропорция жасайтын болсақ, минус 7 x азайтылған 1, ол тең минус 9 y азайтылған 3 деген шығады екен. Ондай теңдіктің екі жағында минус 1-ге көбейтсек, онда бұл таңбасы плюсқа ауысады екен. Сонда 7x азайту 7, ол тең 9y минус 27 деген шықты. Ал енді 9y-ді өрнектейтін болсақ, сонда 9y дегеніміз 7x қосылған 20 деген шығады екен. Y-ді табатын болсақ, ол 7 бөлінген 9x қосу 20 деген шықты. Мына 20 деп қоям ғой. Бұны 9-ға бөледі екенбіз ғой. Міне 20 бөлі 9. Ал енді тексеріп көрейік. X-тің орнына 1-ді беретін болсақ. Сонда 9-дан 7 қосу 9-дан 20, ол 9-дан 27, яғни 3-ке тең болады. Тура осылай біз минус 8-ді беретін болсақ. Минус 8-ді бергенде минус 56, минус 36 шығады. Сонда алымында минус 36-ны 9-ға бөлсек минус 4, яғни BC түзуінің теңдеуін таптық. Енді бір AL деген түзудің теңдеуі бар деп ойлайық. AL осы BC-ға параллель болсын. Олай болса, AL деген түзудің теңдеуі ол y тең kx қосу b түрінде болады. Енді бұның бұрыштық коэффициенті егер екі түзу бір-біріне параллель болса, онда олардың бұрыштық коэффициенттері тең болады екен. Сонда y тең 7 бөлінген 9x қосылған b түрінде болады екен. Ал енді осы b-ны біз қалай табамыз? Қарап отырсаңыздар, A деген нүктеміз осы AL түзуіне тиісті. Сонда мен қазір x-тің орнына 5-ті қойсам, y минус 5 шығу керек екен. Сонда міне минус 5 тең 9-дан 7 көбейтілген 5 қосу b деген шығады екен. Ал енді осыдан b-ның мәнін табатын болсақ, b тең минус 5 азайтылған 35 бөлінген 9 деген шығады. Ортақ бөлімге келтіреміз. Минус 45 минус 35 бөлінген 9, яғни бұдан бізде неше шығады екен? Минус 79 бөлу 9 деген шықты. Олай болса, b-ның мәні белгілі, k-ның мәні белгілі. Сонда бізге ана BC қабырғасына параллель болатын А нүктесі арқылы өтетін түзудің теңдеуін таптық. Яғни ол y тең 9-дан 7x азайту 79 бөлу 9-ға тең екен. Сонымен, міне, мына тұрған үшінші пунктін табуды аяқтадық.